Сәлеметсіздер ме оқушылар? Олжас Сүлейменовтың 85 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған ақыл ойдың айсбергі танымдық сағатына қош келдіңіздер. Олжас Сүлейменовке 85 жыл. Олжас Омарұлы Сүлейменов орыс тілді қазақ ақыны, тілтанушы, саясаткер, ядролық қару-жарақтарды жаппай қолдануға қарсы тұрушы. Ол 1936 жылдың мамыр айының 18-ші жұлдызында Алматы қаласында дүниеге келген. Мың 1959 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің геология факультетін, кейін Горький атындағы әдебиет институтын бітірген. 1962-71 жылдар аралығында Казахстанская правда газетінің әдеби қызметкері, Қазақфильм киностудиясы сценариялық редакциялық алқасының бас редакторы қызметтерін атқарған. 1971-81 жылдар аралығында Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы, сонымен бірге 1972 жылы Азия, Африка елдері жазушыларымен байланыс жөніндегі Қазақстандық комитеттің төрағасы болған. 1989 жылдың ақпанында халықаралық Невада-Семей ядролық қаруға қарсы қозғалысының президенті болды. 1991 жылы қазан айында Қазақстан Халық Конгресі партиясының төрағасы, құрметті төрағасы болған. 1994-95 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің қоршаған орта және табиғатты пайдалану комитетінің мүшесі қызметін атқарды. Олжас Сүлейменов тілтанушы ретінде көбінесе көне түркі тілін зерттеген. Әсіресе шумерлер мен шумер тілі туралы зерттеулері батыс ғалымдарының көне тілі үнді Еуропа тілдерінен бастау алады. Ақынның жыр жинақтары өте көп. Арғымақтар, Олжас Сүлейменов жинағы, Қыш кітап, Атамекен, Каждый день утром, Повторяя в полдень, Круглая звезда атты жинақтары көп. Шығармалары Нұрлы түндер, Қылықты түн, Мешін жылы, Таңдамалы лирика, Ақ дария аспанында, Атамекен, тағы да көптеген шығармалары бар. Олжас Сүлейменовтың марапаттары да айта кетерліктей мол. Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығы, бүкіл одақтық Ленин комсомолы сыйлығы, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығы, Қазақстанның халық жазушысы атағы, тәуелсіз Тарлан сыйлығының иегері.